Инстаграмда тікелей сатылым өтпейді. Кейбір баннерлерді көресіздер ма? Кәм сол суретке кәм лайк басқыларыңыз келеді. Ең басты адам қарайтын 9 пост астындағы. Адам көп төменге түсіп қарамайды. Дискуссия орнату керек та, бұл өтірік, бұл лохотрон дегендей сияқты. Әртүрлі жазып кетсе астына, сол кезде адамдар көреді. Инстаграм воронкасы, мына қараңыздар. Жалпы өздеріңіз білесіздер, қазір 21-ші ғасыр. Бұл не бізде? Бәріміз әлеуметтік желіде отырамыз, бірақ қайсысына кіреміз біз? Байқайсыздар ма? Бірінші не істейді бізде әлеуметтік желіде? Ең бірінші Инстаграмда, бұл айтқанда, ең көзге көрінуіміз керек. Ол үшін, көзге көріну үшін әлеуметтік желіде рекомендованный дейтін нәрсе бар. Білесіздер ма, бір адамға подписка жасаған кезде, соның жанында тағы да адамдар тұрады. Мынау сіздің неңізге похоже дегенде сияқты. Байқайсыздар ма? Вот, соған көзге көрінуге болады сол арқылы. Және білесіздер, конкурстар арқылы. Әртүрлі конкурстар бар. Сол арқылы көзге көрінесіздер. Ол арқылы конкурс жасағанда не болады бізде? Не пайда болады? Подписчик және де лайк, содан кейін комментарий. Сол арқылы бізде Инстаграм кеше Елдос айтты, сізде 1000 жазылушы саны болса, егерде сіздің посттарыңыз көп комментарий болмаса, сізді 1000 адам көрмейді. Қазір подписчик аса қатты рөл ойнамайды. Ең бірінші рөл ойнайтын бұл активность, вовлеченность. Үшіншісі, марафондар, әртүрлі марафондар адамдар жүргізіп жатырады. Вот. Сол арқылы біз көзге көрінеміз. Түсіндіре алып жатырмын ба? Содан кейін таргетинг жарнамасы арқылы көзге көрінуге болады. Және блогерлермен бірлесу арқылы, бұл айтқанда бартер жасау арқылы, жарнама жасау арқылы көзге көрінуге болады. Және қонақтық блогинг дейтін нәрсе бар. Бұл, білесіздер, қазір Инстаграмда тікелей сатылым өтпейді. Байқайсыздар ғой, қазір тікелей сатылым мүлдем жұмыс жасамайды. Себебі қазір адамдар білет, бір-біріне сатып жатырған, сол арқылы олар бір-біріне былай айтқанда жарнама жасайды. Көресіздер ғой, көптеген әншілер бар ғой, байқайсыздар ма? Кім? Қай әнші бар, білесіздер ма? Сұлулық салоны бар өзінің. Айдам, не істейді бұл кісі? Күнде сторилар түсіріп отырады. Байқайсыздар да? Бірақ сатама сіздерге оны? Сатпайды ғой. Ол еске түсіріп отыр сіздерге. Вот, еске түсіреді, сіздерді түсіндіріп отырады. Бірақ сіздер, егерде біреу сұраған кезде, сұлулық салонын сұраған кезде, сіз автомат тұрғыда жаңа Айдана Меденов айтасыздар. Көрдіңіздер ме? Жаңа сіздер автомат тұрғыда айттыңыздар. Сол арқылы қонақтық блогинг дейтін сол. Түсіндіре алдым ба? Виральды контент дейтін бар. Бұл жаңағы суреті, ішіндегі посты, контенті бәрі былай айтқанда көзге көрініп тұрады. Кейбір баннерлерді көресіздер ма? Кәм сол суретке кәм лайк басқыларыңыз келеді. Байқайсыздар ма? Сондай суреттер болады. Бәрі жасалған, обработкадан өткен суреттер. Вот, виралды контент дейтін сол. Кеттік, екіншісі, бірінші не істедік? Көзге түстік. Инстаграмда барлық әлеуметтік көзге түсеміз. Екінші, сіздің парақшаңызға өту керек. Көрді, адам көріп қалды, интересныйдан көріп қалды, конкурстан көріп қалды, жаңа сторидан көріп қалды, сізді отметка жасады, жаңа мысалы. Бауыржан мырзаны отметка жасадыңыз, мысалы айтқан, сіздің достарыңыз көріп қалды, сіздің сторинізден. Содан кейін бұл парақшаға өтті Бауыржан мырзаға. Түсіндіре алып жатырмын ба? Қарапайым сөзбен түсіндіріп жатырмын. Кірді, парақшаға өтеді. Парақшаға өту үшін қараңыздар. Міне, көзге көрініп алды. Содан кейін Бауыржан мырзаның парақшасына өтті. Бірақ Бауыржан мырзаның парақшасына өту үшін не болу керек? Сапалы контент болу керек. Сапалы контент кез келген нәрсе. Бір кісіні жасасаңыз отметка. Өткеннен кейін адамда сапалы контент тұру керек. Постқа жақсы картинка тұру керек. Ішіне кіріп қарайды. Содан кейін 9 пост. Ең басты адам қарайтын 9 пост астындағы. Адам көп төменге түсіп қарамайды. Басындағы 9 пост жақсы әрленіп, жақсы контент жазылып тұрса, адам бұл кісіге не істейді? Не істейді? Подписка жасайды. Бірақ бізде өкінішке қарай 99% Инстаграмда дұрыс әрленбеген. Келсесіздер ғой? Кімдікі дұрыс әрленген? Барлық логотипі, барлық кімде жазылып тұр? Толық, биосы бәрі. Сіздер аламанда өттіңіздер ғой? 99% әрленбеген. Ең үлкен қателік сол. Жаңа әрленбеген неге біз трафик жібереміз. Бірінші, көзге көріндік. Екінші, көзге көріну үшін сапалы контент, сапалы картинка болу керек. Сол кезде бізге постқа өтеді. Кеттік. Үшіншісі, жазылу. Жазылу үшін сапалы био. Био дейтін, білесіздер ма био?
несі жазылып тұрады ғой, тақырып немен айналысады, мен кіммін, мысалы айтқан 21 жаста деп мысалы жазылып тұр ғой, бизнес бастау директоры дегендей сияқты, сапалы био. Содан кейін әдемі аватар және сторис. Қараңыздар, былай поискте, білесіздер ғой, поискте логин жазған кезде ең бірінші не көрініп тұрады бізде? Логотип көрініп тұрады. Аватаркасы ғой, аватаркасы көрініп тұрады. Содан кейін аты көрініп тұрады. Байқайсыздар ғой, аты тұрады, содан кейін бүйтіп сторий нелер тұрады. Ең басты үш нәрсе сол поискте көрінетін. Соған ең басты нәрсеге назар аударатын нәрсе аватарыңыз, сіздің аватарыңыз сатады, жақсы дұрыс сурет болса, дұрыс сурет болу керек. Кейбір кісілерде бізде, сіздерде де әртүрлі суреттер тұр. Өзіңіздің товарыңызға қатысты емес, солай ғой. Сол үшін өзіңіздің суретіңіз немесе товардың нақты сурет тұру керек. Содан кейін сторис. 9 пост сатылымға дайын болу керек. Кеттік. Төртіншісі, қараңыздар, жазылды, көрді бізді, постқа өтті, біздің аккаунтымызға, содан кейін тіркелді. Тіркелгеннен кейін, енді бұл кісілерді іс-әрекетке шақыру керек. Оларды біздің тіркеліп алғаннан кейін, біздің посттарымыз кірген кезде оларға іс-әрекетке шақыратын посттарымыз болу керек. Содан кейін, бесіншісі, комментарий қалдыру. Міне, дискуссия орнату посттарыңызда, әртүрлі сұрақтар қойып, кейбір кезде конкурстар болады, әртүрлі конкурстар жасайсыздар ғой. Сол кезде астына, мысалы айтқанда, дискуссия орнату керек та, бұл өтірік, бұл лохотрон дегенде сияқты, әртүрлі жазып кетсе астына, сол кезде адамдар көреді. Кеше айтты ғой, негативті комментариялар болды, және жақсы комментариялар болды. Қарамайтын адам, жазбайтын адамдарды көріп отырады оны. Себебі біз не істеуіміз керек? Ең басты бізде Инстаграмда, барлық әлеуметтік желіде ең басты қағида қазір назар аудару керек. Себебі қазір информация көп, кім бірінші назарын аудартып алады, жарнамасымен, өзінің видеосымен, сол ары қарай сол неде парақшаға тіркеледі. Оқырманмен байланыс болу керек, ол комментарий қалдырасыз, дайректке жазу. Мысалы былай, сіздер біреуге стори жазасыздар ғой, солай ма? Немесе сізге жазады. Сізде 30 запрос деп тұрады. Көресіздер ма сондай? 10 запрос, 5 запрос деп тұрады ғой. Вот, сол кісілердің барлығына жауап беру керек. Егер де жауап берілмесе, Инстаграм жаңа кісіге сіздің посттарыңызды көрсетпейді. Себебі Инстаграм ойлайды, бұл жаңағы оқырманмен аса байланысы жоқ, сол себепті бұл кісіге постыңыз қызық емес деп, оны көрсетпей қояды. Себебі Инстаграм тек активный адамдарға жұмыс жасайтындай қылып қалдырайын деп жатыр. Себебі осыған дейін көп адамдар жиналды. Сондықтан Инстаграм бұлардың бәрін тазартып жатыр да, боттардан, барлықтарынан. Алтыншысы хабарландыру. Жаңа айттым ғой, сіз біреуге пост бастыңыз, пост басқаннан кейін сіз оны ұмытып кетесіз. Солай ғой? Енді оларды ұстап қалу керек. Оларды хабарландыруға қою керек. Уведомление келіп тұру керек. Сіздің пост салған уақытта келіп тұрады. Білесіздер ма соны? Сондай нәрсе бар. Сіздер өздеріңіз оқитын адамдарыңыз бар ғой? Вот соларға уведомление қойып қойасыздар. Және өздеріңізге де сөйтіп сол адамдарға қойып қою қажет. Жетіншісі, сізді оқуға кеңес беру керек. Бересіздер ғой? Бір видео көрсеңіз, қызықты бір видео көрсеңіз, не істейсіздер сіздер? Таратасыздар ғой? Біреуге жібересіздер. Көрдіңіздер ма? Вот. Сізді оқуға кеңес беру үшін сіздің постыңыз қызықты болу керек. Содан кейін іс-әрекетке шақырылу керек. Егер постым ұнаса, ана өздерің достарыңызға тарат дегенде сияқты посттарыңыз. Себебі қазір көп деген посттар бар. Соның ішінен артылып шығу үшін осындай фишкаларды жасау керек. Міне қараңыз, воронка бойынша кетеді. Көзге көрінді, жаңа бизнес бастаудың несі тұр, сіз түсіріп атсыздар, осы жерде түсіріп атсыздар, назарын аудартып алдық біз. Содан кейін біздің парақшаға өтеді қазір, басады. Сториді, солай ғой, басады. Бизнес бастау басады, кіреді, ішінде сапалы контент тұрады, сапалы био, бәрі тұрады, уже сторис салынып тұр ішінде, көреді. Содан кейін не істейді? Кіреді, біздің посттарға лайк басады. Әр посттардың астына call to action жазылып тұр. Басады. Содан кейін, егер жаңағы бізде скидкалар болып жатыр, соның астына өздерінің номерлерін қалдыру мүмкін. Мысалы айтқанда. Хабарландыру қосады. Содан кейін, біреуге оқуға кеңес беру мүмкін. Мысалы, сіз оқуға кеңес бересіз, мысалы айтқанда. Сіз жіберуіңіз мүмкін. Осылай. Бірінші бөлім бізде байланыс орнату болды. Солай ғой? Бірінші байланыс орнатып аламыз оқырмандарыңызбен. Екінші бөлімі сатылымды бастау керек. Міне. Жаңа Инстаграмда айттым сіздерге, тікелей қазір өтпейді. Сатып ал, мынандай нәрсе ал дегенде өтпейді. Қазір жылыту керек адамдарды. Айттық қой. Кеше айтты ғой, лид магнит, трипфайр дейтін нәрселер. Естеріңізде қалды ғой? Адамдарға бір тегін нәрсе беру арқылы
солай номерін алып қаламыз, воронкаға түседі, воронкадан кейін жылынып қайтадан келеді бізге. Солай. Инстаграмда да дәл сондай. Тікелей нәрсе өтпейді қазір. Мүлдем барлық неде. Жылту керек. Горячий лид, холодный лид дейтін нәрсе жоқ. Өтеді жаңа воронкадан. Бізде де сондай бар. Біздің бизнес бастауда да сондай нәрселер бар, жасалып жатыр. Лид магнит. Түсіндірді, лид магнит дегеніміз не? Клиентке бір тегін құнды нәрсе арқылы адамнан телефон номерін алып қалу. Лид магнит. Міне. Тегін пайдалы заттар бар. Чек парақшалар бар, тесттер бар, видео сабақтар бар. Инстаграмда бізде басты мақсатымыз барлық неде подписчик жинау. Подписчик жинаудан бөлек бізде база жинау. База жинауымыз керек. База жинасақ, біз оларға ертең рассылка жасай аламыз. Біздің немізде базымызда болады. Ары қарай кез келген нәрсе, жеңілдіктер болатын болса жібере береміз. Түсіндіре алдым ба? Мына осы нәрсе. Тікелей нәрселер қазір өтпейді. Лид магнит, Tripwire'да өздеріңіздің Instagram парақшаларыңызға да қолдануларыңызға болады. Тегін нәрсе беру арқылы телефондарын алып қару. Содан кейін мынандай нәрсе бар. Әлеуметтік желі көбіне былай ойлайды барлығы. Барлық сала бар ішінде. Instagram парақша, YouTube парақша барлығы бар ғой. Барлығы ойлайды, Instagramда барлығы сатылма келу керек деп. Мысалы айтқанда, Instagram не үшін керек? Ең бастысы сіздерге имиджі болу үшін. Мысалы, Каспий банк білесіздер ма? Бар ғой, Каспий банк сата ма? Өздеріңдікін сата ма? Өздеріңдікін сатпайды олар. Олар парақша. Себебі ол әлеуметтік желіде бар екендерін өздеріне көрсетеді. Біз бармыз дегенде сияқты. Біз әлеуметтік желіде бармыз. Мысалы, овощ сататын болса, сізден ол сатылма келмеуі мүмкін, бірақ сіз өзіңіздің бар екеніңізді сол әлеуметтік желіде көрсетесіздер. Жарай ма? Осындай ұғым қалыптасу керек. Ол сатпаса да, бірақ сіз бар екендеріңізді әлеуметтік желіде көрсетуіңіз керек. Себебі қазір ең бірінші адамдар не істейді? Сайтқа қарайды, сайттан кейін Instagram парақшаңызды қарайды, содан кейін YouTube каналыңызды қарайды. Осы үш нәрсені қарайды. Сол үшін имидж үшін де керек бірінші. Содан кейін екінші сатылма келу үшін керек. Бұл біздің бірінші бөлімнің жаңағы Instagram воронкасы. Енді бұл воронкадан өту үшін бізге не маңызды? Жаңа заттарымыз сапалы био жазылу керек. Солай ғой? Сапалы аватар болу керек. Ішінде контент дұрыс болу керек. Солай. Қазір түстен кейін мен бөлім болады. Сол бөлімде барлық нелерді түсіндіретін боламыз. Трафик қалай келу керек, контент қалай болу керек, автоматтандыруға да болады бұл нәрселерді. Соларды қалай жасауға болады. Соны түсіндіретін боламыз.